Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнама жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көптен көп рахмет. Ақ қыз. Тұрмысқа шықтым. Бір ауыз ескертпеді деп ренжімеңіздер. Сәлем мен Гүлжамал. Деген телеграммадағы сөздерді естігенде Ермахан қарттың төбе шашы тік тұрып, ашуға міне булығып. Иттің баласы. О несі? Не дейді? Деп орнынан ұшып түрегелді. Есіктен төрге, төрден есікке арлы-берлі жүріп мазасыздана түсті. Қайта кернеген ашу үстінде кемпірі Айжамалды теуіп алмақ болды да өзін әрең басты. Жымсиған, қысыңқылау, ашулы көзін кемпіріне ызғар шаша қарап: «Әу, тумай таушөккір, сұқ қолың шашаңдата. Сен де қамшы болып ең. Барса барсын, оқысын, ел көреді, жер көреді деп. Әне, ел де, жер де, қала берсе, ер де көріпті. Осылай боларын о баста біліп ем. Өздерің білмейсіңдер, білгеннің тілін алмайсыңдар. Ой қойыңдар. Бойы өсіп, бұғанасы қатпаған қыздың осы да оқығаны жетеді. Әуре болмаңдар десем, бәрің де көнбеген едіңдер. Енді міне, жер соқтырып жер ғып отыр. Алда ғана Құдай-ай, Ақсүйек атамызға тамға болды ғой, деп жұмсақ креслоға отыра кетті де ұзақ ойға шомды. Жақындау жер болса, шашынан сүйреп әкелу де ойында жоқ емес. Әрі баласының аудан әкімі екендігінен де марқайып барған жерін опыр-топыр етсем бе деп те қояды. Иә, Ермахан қарттың жасы 60-тың алтауында, орта бойлы, шоқша сақалды, сылыңғырлау келген сары шал. Өз айтқаны болмаса, біреудің айтқанына көнбейтін өжет жан. Әрі шағын ғана денесіне өте ыңғайлы, сыпайы, ықшам киінетінді. Айжамал апай да іштей тынып, бармағын тістелей, ой үстінде. Алда ғана сорлы бала-ай, енді қартайғанда ел жұртқа қарғысыз қарап ететтің бе? О несі, шешеңді атпастан таң батпас күнге қалдырдың ғой. Қайтейін, сорлы басым-ай, барса барсын деп өзелеген де менем. Қайдан білейін? Адуын Айкөбір енеге кезіксең сорың ғой, сорлы бала-ай, деп баласы еркінге қосымша болғанына қатты қынжылып тапжылмай отыр. Әлгіден бері тіс жармай ұзақ отырған Ермахан қарт бар демін ішіне жұта ауыр күрсінді де едірейген сары мұртын сылап-сылап алды да көзін Айжамал апайға төңкере қарап: «Иттің баласы, бір ауыз сездіртсен етті. Кім білсін, тигені орыс па, кәріс пе, мешкей деген жақсат емес. Пәленшенің қызы қашыпты деген сөз ат басындай ақсақал мен үшін өлім ғой», деп барып тынды. Бұл жолы қарттың даусы қатты да қатқыл шыққанымен бәсеңсіп барып жастыққа жантая кетті. Оған Айжамал апай: «Қойыңызшы, бір нәрсе болар. Қайтеміз, айта бергеннен орнына келер деймісің? Енді аз айтып көп айтатын дәнемесі жоқ. Тек барған жерде бағын ашсын, алдынан жарылқасын», деді де ауыр денесімен орнынан әрең тұрып, шашылып жатқан немерелерінің ойыншықтарын жиыстыра бастады. Бұл сөзді құлағына жақпаған Ермахан қарт жастықтан басын көтере: «Қақпас-ау, қақпас. Кәне орысқа не қараға шықсын, жұмысым сенмен түссін. Дәрігер болады, ұзақ жер емес. Мынау тұрған Ташкент келіп кетіп тұрады деп таңдайың тақтақ етіп еді. Осы соңғы кездегі жүрісінен шошып ем. Сабақ ауыр деп тіпті кем келетін боп еді. Ой қойыңызшы әрі, қартайған шақта да осы әдетіңізді қалмайды осы. Не болса соны сылтаурата бермей, ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деген емес пе? Несіне күйіне бересіз? Кетер қыз кетті ғой. Онан да сабыр етіңіз. Ағасы да оқығанын жөн көрген соң қайдан білейін, жазған басым-ай. Сабыр қылшы, сабыр, деп көз жасын сүрте шалына бұрыла қарады Айжамал апай. Ермахан қарт орақ мұрны үстіне қонған шыбынды оң қолымен қаға түсіп: «Ой, сабыр дейді-ау, о несі екен? Сабыр, наған сабыр? Қайда кеткені, кімге шыққаны белгісіз. Хабар ошар жоқ», деп есіктен кіре берген баласы еркін естісін дегендей қаттырақ сөйледі. Еркін ішкі бөлмеге еніп, енді шешіне бастаған сәтте-ақ Ермахан қарт Айжамал апайға тесіле қарап, иек қаға қабағын шытып: «Шақыр, ана жасық немені.
Оған кеңсе жұмысы болса болды. Басын төмен салған бойда ешкіммен жұмысы жоқ, деп Жекей сөйледі. Еркін үнемі ойлы жүреді де көп сөйлей бермейтін. Барынша ұстамды жан. Міне бұл Ермахан қартқа оншалықты ұнай қоймайтын. Сондықтан да баласын көрген сайын-ақ жігіт болса шоқ болсын, шоқ болмаса жоқ болсын дейтін іштей. Еркін енді ғана ас үйге ене берген сәтте-ақ Ермахан қарт оң қолын көтеріп, сұқ саусағын шошайта. Әй, осы сенің не білгенің бар? Айтшы жарқыным. Жұмысыңнан келсе ініне кірген тышқандай бөлмеңе кірсең шықпайсың. Келе ақ қағазға үңіле бергенше анау жүгенсіз кеткен қарындасыңды тәртіпке шақырмайсың ба? Бара кел, аспанға шықса аяғынан, жерге кірсе шашынан тарт. Басқа жұмысты жиыстыр, естідің бе? Деп түйіп тастады. Не болды, тыныштық па деген Еркінге. Ойбай, ойбай, мынау түкпен жұмысы жоқ қой. Неғып жүрсің? Алда ғана Құдай-ай, сорым бар екен. Менен бала тумаған. Әй, мынауың бесіктегі 5 жасар баладай ғой. О несі екен? Анау қашып кеткен қарындасыңда кел, деп ызғар шаша булыға сөйледі. Еркін әкесіне көз қиығын салды да дереу төмен тайдырып жай ғана жымиған күйде. Көке, сабыр етіңіз, несі бар қашса? Өте дұрыс, барған жерінде бақытты болсын, сүйіскен жүрекке ара тұра алмаймыз. Тек бағын ашсын, деді де орнынан тұра жұбайы Салтанатқа бұрыла қарап. Сәке, асығыспын, тамағым әзір болса тезірек әкелші, деді де ішкі бөлмеге кіріп кетті. Қайта шығып үстел басына отырды. Тамақ үстінде Салтанат күйеуіне иығын бұра назды пішінмен. Әй, осы сенің жақсы болыпты деуің қалай? Жұрт ауылдан қашып қалаға келіп жатқанда, оның несі жақсы? Өз қолымызбен кәделеп ұзатсақ болмас па еді? Құда түсіп қалың мал берсе, өзіміз-ақ төсек орнымен артып жіберер едік қой. Қандай жер, қандай ел, кім білсін? Жым-жырт, хабар ошар жоқ, деп ернін бір сылп еткізді де ас бөлмеге кіріп кетті. Соңыра қайта шықты да бұл бұрқыраған қуырдақты күйеуінің алдына қоя. Ауылға барып қайбір оңа қояр дейсің, деп мөлдіреген тамшыдай қара көзін Еркінге төңкере қарап орындыққа отыра бере. Как вы думаете, Ереке, деп қалды. Ту, Салтанат-ай, қойшы, не болса соны айта бермей. Оған құлақ қоймай одан әрі сөйлей түскен Салтанатқа жетер деп Еркін сөзін өктем кесіп тастады да апыл-ғұпыл киініп тысқа шықты. ГАЗ-24 Волга машинасына мінді де мекемесіне бет түзеді. Жыл артынан жыл өтіп, жылжи түсіп, 3-ші жылға да аяқ басты. Талай рет Айжамал апай, кешірімге де келді ғой. Өзің бет қаратпай кері қайтардың. Олар да ренжіген болар. Қайтесің? Енді өзіміз барып қайтайық, дегенде Ермахан қарт. Жоқ, бара алмаймын. Халық кәдесін қылсын, кешірімге келсін. Үлкен басымды кішірейтетін жайым жоқ. Көп желіге бермей тек отыр. Барса келін кепшіктер бара жатар. Даптардай басыммен мен бара алмаймын деп үнемі тыйып тастайтынды. Енді міне Ермахан қарт қатты науқастанып тұрған соң-ақ күн өткен сайын қатыңқы қабақ жазыла, ызғарлы үн жібей түсті. Бірақ сыр бергісі келмейді. Кейде көз тірімде барып қайтсам деп те қояды. Оның үстіне Айжамал апай да ертелі кеш. Қайтеміз шалау, Құдай басқа салған соң не шара? 2-3 рет кісі жіберіп шақыртты да, оған сен міз бақпадың. Өздері де жоқ-жоқаналау көрінеді. Қыздың малын қынға сүрт деген емес пе? Маған да оңай тиіп жүрген жоқ. Тым болмаса көріп қайтайық. Еркіннің қолы тиетін емес, ал келін күйеуімен бармаса болмайды. Оны өзің жақсы білесің, деп Ермахан қарттың ертелі кеш құлағының құрт етін жепте болды. Кей күндері құлақ аса қоймаған қарттан ызаланып, жылап талатынды. Міне бүгін Айжамал апай Ермахан қартты қояр да қоймай әрең көндіріп, мұрнынан сүйрегендей ертіп бара жатқан беті. Ау, хабар берейік, сасып қалмасын, бірер күн сабыр етіңіздер, деген Еркін сөзіне қарт. Қоя ғой, қой сойып, қол қусырар деймісің? Қымбатшылық әбден белең алып, аспанға шығып тұрғанда несін қинаймыз? Хабар айтсақ,
Дәл бір бізді күт дегендей боламыз. Хабар бергеннен бермеген мақұл. Тосын барған жөн. Бет алдық, енді кете береміз деп бой бермей жолға шыққанды. Мәшина зулап келеді. Бұралып жатқан бұраң жолмен бірде биік жотаға, бірде құлдилап сайға түсіп түске таяу боқан биік асуына да кеп тұмсық тіреді. Етектен көтерілген қара бұлт лезде аспан әлемін торлап әп-сәтте найзағай жарқ-жұрқ ете бастады. Ой үстінде үнсіз отырған қарт: «Әй шырағым, бала кезімде бұл арада көп жүргенмін. Мына қысқа жол, шамада сол ауылдың төбесінен түссе керек, айналайын. Жол қуалап жүргеннен гөрі бұлай төтелей түссек көп ұтамыз. Талай жүрген жерлеріміз ғой, қарашы көзіме оттай басылуын» деген болатын. Еркін «Жигули» машинасын қарт айтқан жолға бұрды да еңірете айдап зытып келе жатыр. Амал не, қарт айтуын айтса да іштей мазасыздана түсті. Айнала жер жыртылған, атыз арықтар, бұларды кейінірек байқап ыңғайсызданған қарт: «Қап, қарашы, біз шыққанда шайдай ашық аспан, көрмейсің бе, түлен түрткендей қара бұлт баса қалғанын. Құдайдың құдіреті-ай, бүрсіп жатқан жерге төгіп өтсе, миы шығады-ау» деп қынжыла бастады. Аспан әлемінде найзағай ойнап, күн күркіреуі жиілей түсті. Әлгіден-ақ қабақ шытып қатулана түскен қара бұлт әп-сәтте төге жөнелді. Нөсерлете жауған ақ жауын толысар емес. Ыстық күнмен тобарсып жатқан қара жер, жаны рахатқа батқандай, бүкіл болмыс бітімін айқара ашып, босаңси түсті. Амал не, ат, арба, қара жаяулар жүретін жол лезде-ақ миы шығып, адым жер жүру мұң бола бастады. Зулап ақ келе жатқан «Жигули» тайғанақтап барып, зар қағып тұра қалды. Артқы қос дөңгелек қара лайды бұрқырата шашып, ыңырсып барып тынды. Қарттар түсіп итеріп те көрді. Бұлқына ұмтылғанмен таспадай тілінген қаралай жіберер емес. Ықшынып барып тағы тынды. Сонда қарт: «Қап, болмады. Осы қырдан асқанда ауыл төбесі көрінер еді. Енді қайттік», деп жол сілтегеніне іштей ренжулі. Еркін көзіне түскен шашын салалы саусақтарымен қайыра түсіп: «Жарайды, бір сәт күтейік, жаңбыр да саябырсып қалар», деді де тершіген маңдайын сүрткілей түсті. Ермахан қарт сабырсыздана: «Өткінші ғой, бір сәт отыра тұрайық», деп машина есігін ашып ішке еніп орындыққа отыра бастады. Көктем күні емес пе, лезде-ақ жауын толасып, өркеш-өркеш шудалы бұлттар шығысқа қарай жөңкіп барады. Бұлт арасына күле қараған күн нұры айналаны рахатқа кенелте бастады. Күн нұрымен шағылыса түскен шөп басындағы жауын тамшылары да қыз құлағындағы меруерт көзді сырғадай жалт-жұлт етеді. Оның үстіне даланың жұпар иісті ерке желі аймақты желпіндіріп, түрлендіріп ақ жіберді. Еркін «Жигулиін» қайта оталдырып тағы жүргізіп көрді. Болмады. Түгелдей лайға кірген қос дөңгелек орнында шыр айналып, ілгері адым басар емес. Шекеден шыққан жылымшы терісін сүрткілей түскен Ермахан қартта: «Әй кемпір, түс, кел, итерсейікші» деп қосыла itергенімен де болмады. Бір сәт үнсіздіктен соң бір-біріне қарап, не істеудің амалын таппай тұрғанда, кенет екінші бір қыр астында гүр еткен трактордың даусы естілді. Дыбысқа құлақ түре бар денесімен бұрыла қараған Ермахан қарт: «Ой, дұрыс болды ғой, өлмегенге өлі балық кезігер. Деген осы да, мен барып алып келейін», деді де дауыс шыққан жаққа қарай асығыс жүре жөнелді. Бара қалың қабақты, ұзын бойлы, денелі жігітке сәлем берген қарт: «Әй қалқам, мына қырдың астында машинамыз тығылып қалды. Соны шығарсып жіберші, сөйтші айналайын, сөйтші» деді. Қарттың әбіржігенін бірден байқаған жігіт: «Жарайды ақсақал, кәне мініңіз», деді де қарт көрсеткен жолға түсіп жүре бастады. Жол жолай қарт: «Біз мынау Амангелді ұжымшарының екпінді бөлімшесіне бармақшы ек. Сонда 3 жыл боп бара ма, қызымыз түсіп еді, енді іздеп келеміз. Өздері де хабар алмады», деп қалды. Сонда ғана ол өзінің күйеу бала екенін сезіп, жұмған аузын ашпай, ләм-лим деместен келген бойда «Жигулиді» тартып шығарды да біраз жөтеліп барып тоқтады. «Мына қырдан асырып салайын, жер әлі ширей қоймапты.
Кәне, машинаға отырыңыздар, деді де сүйрей жөнеледі. Бұхан биік асуына асырған соң тракторын тоқтатты да қарттарға жол сілтеп кері қайтты. «Жигули» есігін аша асыға түскен Ермахан қарт: «Ой, айналайын-ай, тәуір болды ғой. Саған мың да бір рахмет, өркенің өссін. Тоқта, шырағым», деп қалтасына қол сұға бастады. «Ау, еңбекақыңды алсайшы», деп жақындай түсті. Жігіт тракторын сәл аялдатты да: «Жоқ ақсақал, ұят болады, әуре болмаңыз, керегі жоқ», деді де жүріп кетті. Ермахан қарт «Жигулиге» міне: «Әй кемпір, мына бір айналайын бала ғой, өзі бір көргенді көрінеді. Ту, бір жасың мың болғыр-ай, көк тиын алмады-ау. Қарашы, біздің қалада алдымен қанша бересің дейді емес пе? Қандай қайырымды жан», деп ақша алмағанына да дән риза болып келеді. Бір сәт үнсіз ой үстінде отырды да: «Әй, кәрлігі құрсын, әлгі жігітпен Гүлжамалдың үйінде өзінің аты жөнін де сұрамаппыз ғой. О несі? Кемпірі түскір-ай, есіме салсаң қайтеді? Қап, машинамызды шығарғанға мәз болып жүре беріппіз ғой», дей бергенде Айжамал апай да: «Шал-ау, сұрайтындай болдық па? Өзі де асығыс қой, еңбекпен еңсесі қатқан көрінеді. Жұмысына асықты білем, тез кетті ғой», деп сүйсіне үн қатты. Қарттар өзара әңгіме үстінде әне-міне дегенше екпінді бөлімшесіне келгендерін аңғармай да қалды. Қатарласа салынған ақ үйлердің аппақ шағаладай қабырғалары алтын арайлы күн нұрын өздеріне емірене тартып күле қарап тұрғандай. Жай ғана ескен қоңыр салқын жел лебі Ермахан қарттың тынысын қос иіске бөлеп серпілткендей болды. Шіркін, көктемнің жұпар иісі аңқыған жайлы самалын ежелден-ақ аңсайтын ауыл әйелдері есік алдына көрпе жастықтарын жайып, үй терезелерін айқара ашып тастапты. Ермахан қарт машинадан түсті де көшеде ойнап жатқан 6-7 жасар шамасындағы балаға бұрыла қарап: «Әй шырағым, бізге Гүлжамалдың үйін көрсетші», деді, күн нұрын оң қолымен көлегейлей. Қартқа жалт бұрылған бала да: «Ата, Гүлжамалды білмеймін, танымаймын», деп жүгіре жөнелді. Бір сәт аң-таң боп, не дерін білмей аңтарылған қарт: «Апырай, бұл ауыл болмайды ғой, қалай Гүлжамалды білмейді? Ауыл дәрігер емес пе?» деп Айжамал апайға бұрыла қарады. Ермахан қарт даусын анадайдан есіткен ауыл ақсақалы Аққұба жаурындылау кісі орнынан тұра: «Ау ақсақал, ассалаумалейкум, жол болсын», деп жақындай түсті, аяғын маң-маң баса. «Иә, әлей болсын. Гүлжамал деген дәрігердің үйі керек еді», деді, жадағай шапанын желегей жамылған мосқылдау кісіге бұрыла қарап. Екі бетінен нұр тамған қапсағай келген қарт келе қол беріп амандасты да: «Елшілік, табылып қалар. Кәне, үйге ат басын бұрыңыздар», деп шылауларына орала түсті. Өтініп қоймаған соң: «Жарайды, өзімізде жол соқты боп қажып та қалдық. Қарттығы құрсын», деді де соңынан еріп анадайдан көрінген ақ үйге бет түзеді. Үйге еніп бәте ғып бет сипасқаннан соң лезде ақ дастархан жайылды. Іле сары самаурын буы бұрқырап ышқына екі иінінен дем алып дастархан жанынан орын алды. Қой майына пісірілген бауырсақтар иісі аңқып, түрлі түсті конфеттер аз болса да қант пен май дастархан үстіне жайлап қана жайғасты. Шайды ақтай құйып, «Ала отырыңыздар», деп өтіне түскен мол денелі бидай өңді ажарлы әйел жанындағы қара домалақ баланың құлағына сыбырлап: «Пәленше түгеншелерді шақырып кел», дегендей ишара білдіргенде ғана Ермахан қарт: «Туасы осы үй білем», деп қалды іштей. Ауыл адамдары да ежелгі әдеттерінше бір-бірлеп келіп, шай үстінде оны-мұны әңгімелеп Ермахан қартты зеріктірер емес. Бар әңгіме қымбатшылыққа, тапшылыққа, базар-ошаққа ойысып жатты. Әңгіме үстінде шоқша сақалды ат жақты қыр мұрынды қарашал: «Мен күні кеше Шардара базарына барсам, сендерге өтірік маған шын бір сек қошқарды 38 мыңға сатты. Мен күні кеше Шардара базарына барсам, сендерге өтірік маған шын бір сек қошқарды 38 мыңға сатты. Ой Алла-ай, жағамды ұстадым. Бұрын-соңды мұндай қымбатшылықты көрмеп ем. Алла сақтасын, не боп барады?» дей бергенде екі жақта отырған тәмпік танау қара кісі де киліге: «Ой, несін айтасыңдар? Әйтеуір жанып тұр ғой, жанып тұр. Тек тыныштық болсын. Осы ел басшыларымыз әрекет етіп жатар.
Күн ертең бәрі де орындарына түсіп кетеді дей бергенде, төрден төменде отырған үшінші бір кісі де орнынан бір қозғалып жөтеңкіреп алды да: «Қайтеміз? Аш құрсақтау болсақ та, жұпынылау киінсек те, әйтеуір ел аман болсын. Шүкір, тай-тұяғымыз бар ғой. Мен де өткен жұмада жұмабазарға бардым. Әй қымбатшылық», деп барып сөзін тоқтатты да Ермахан қартқа бұрыла қарап: «Ақсақал, сіздерде қалай?» деді. «Ой, несін айтасыңдар, бізде де қымбатшылық. Бизнес дей ме, әйтеуір алып сатарлар көбейіп кетті. Түү, қай жақтан әкелетінін қайдам, базарға барсаң кілең шет елдің мүлкі. Көздің жауын алады. Сонау Қытайға, Түркияға барушылар да көбейіп кетті. Түбі жақсы болатын көрінеді», деп барып сөзін доғарды. Қарттар қызу әңгіме үстінде алма-кезек сөйлесіп, оқтын-оқтын кең-кең күлісіп те қояды. Аз үзілістен соң шүйкедей қара кемпір Ермахан қартқа бір, Айжамал апайға бір қарап алды да: «Әй, әлгі іздеп жүрген қыздарыңыз осы үйдің келіні. Айналайын-ай, бір жасың мың болғыр, осы үйге келгелі-ақ кіп-кішкентай болып үй жұмысын да ұршықтай үйре жөнелді», деп сөзін сабақтай одан әрі. Алғашқы әппақ жүзі қазір күн көзіне тобарсып, жел соқты болды ма, қайдам қара торлау болды. Рас, алғаш қиналды. Әрі жаз, әрі қала қыз емес пе? Айналайын-ай, үйреніп кетті. Біз оны Гүлжамал демейміз. Келген бетте-ақ абысын ажындары, жеңгелері ақ қыз деді де, міне содан бері оны күллі ауыл адамдары ақ қыз атап кетті, деп бір күліп алды да: «Қарақанам-ай, тіл-аузым тасқа, ақ қыз десеңіз ақ қыз, ақ халатын киіп алады да бара қалсаң бәйек болады. Өзі де білгіш-ау. Бұрын мұнда дәрігер құтаймайтын. Келгендер арадан жыл өтпей-ақ жұмысы ауыр, қаладан қашық, қыста жерінің миы шығып кетеді, жазы ыстық деп түйіншегін көтеріп кетіп қалатын», деп тым тамылжи үн қатты да шай құйып отырған кең кеуделі, бидай өңді ажарлы әйелді нұсқай: «Анау отырған бәйбіше сол ақ қыздың енесі, құдағиыңыз. Өзі де тұғырдан түсіп отырған жоқ, келінінің жанының жалауы», деді де онан соң: «Әлгі айтайын дегенім, басымыз ауырып, балтырымыз сыздаса, әйелдер босанса, сонау ауданға барушы едік. Сөйтіп әбден әбіршушек. Міне ақ қызжан келгелі сол қиындықтан құтылдық. Айналайын-ай, өркені өссін. Өтініш жазып, тынбай жүріп, сол әлгі адам жататын больницасын осында аштырды. Келінге ризамыз», деп сөзін түйді де: «Ойбай-ау, кеш боп қалған ба? О несі, намаздыгер өтіп барады білем. Дәрет алайыншы», деп босағада тұрған қара құманды көтере-мөтере тысқа шықты. Әлгіден бері тіс жармай үн-түнсіз отырған Ермахан қарт пен Айжамал апай ойын оң жаққа отырған толық денелі, қызыл шырайлы, құс мұрынды шалдың: «Құдайға шүкір, қызыңыз жаман жерге келмеді, баласы еңбекқор, білдей тракторшы», деген сөздері ғана бөліп жіберді. Ермахан қарт орнынан бір қозғалып жөтеңкіреді де төмен қарап іштей: «Алда сорлы бала-ай, сорың бар екен. Сонау қаладан келіп, тигенің тракторист болды ма? Бөгде құрғандай», деп барып басылды. Шал одан әрі сөзін жалғастыра түсті де: «Ал мынау отырған қарт құдаңыздың ағасы Ербол», деді күтіп алған кең денелі қапсағай кісіні нұсқап. Соңынан іле: «Амал не, тағдыр екен. Құдаңыз Есенәлі бұдан 6 жыл бұрын дүниеден өтті. Жаны жайсаң жақсы адам еді. Үнемі Қалқан Хамиттің қызығын ертерек көрсем дейтін. Амал не, көре алмай ерте кетті. Құдағиыңыз, анау отырған Нәзира, жаңа Бибажар апай айтты ғой, момын, жақсы жандар», деп сөзінің тоқ етерін айтты да дастархан үстіндегі пиаланы алып, шайды жаймен сорттап іше бастады. Айжамал апай келгелі-ақ жадырап жайдары отыр. Әңгіме үстінде айқара ашылған есіктен қапсағай қара жігіт пен ашаң денелі қара торлау пісте мұрын келіншек кіріп келді де: «Өлә, апам мен көкем ғой, қашан келдіңіздер?» деді де Айжамал апайдың мойнына ақ білегін асыра құшып, көзінің жасын төге солқылдап жылай бастады. Сол сәтте Хамит те «Ассалаумалейкум» деп Ермахан қартқа қолын соза түскенде, қарт та «Уәлейкумәссәлам» деп қол созып амандасты. Сол сәтте ана құшағынан сытылып шығып, әкесіне қараған Гүлжамал жас маралша жаутаңдап «Не дер екен?» дегендей үнсіз сұлқ отырды да, мүйілдей қара көзін төңкере ыңғайсыз пішінмен
көке деп төмен тайдырды да көзінің жасын іркіп алды. Оны көрген Айжамал апай: «Қой қалқам, жылама, жылағаны құрсын, бақытты бол, алдыңнан жарылқасын» деп арқасынан қаға түскенде екінші бөлмеден «Әже, әже» деген бала даусы естілді. Орнынан ұшып түрегелген Нәзира апай да: «Ой, айналайын-ай, құлыным-ау, құлыным, атаң келді ғой, атаң» деген бойда ішкі бөлмеге еніп баланы құшақтап ала шықты да төрдің төбесінде төбедей отырған Ермахан қартқа ұсына: «Қарашы, құлынымның атасын танып жатқанын, сәлем бермекші, сәлем» деді де онан соң: «Бар балам, ата әжеңнің қолын» деп 2 жасар Олжасты итермелей түсті. Сол сәтте қолын созған Айжамал апай: «Ой, айналайын, кел, кел қалқам, кел» деп 2 бетінен алма-кезек сүйді де Ермахан қартқа ұсынып қайта қолына алған Айжамал апай: «Шалау алсайшы, қарашы атасына тартқанын, құйып қойған атасы ғой, атасы» деп өзерей түсті. Ермахан қарт та қолына алған немересіне емірене қарап: «Тіпәй, тіпәй, жаман неме, аты кім екен?» деп қалды. Бауырына баса түсіп Айжамалға бергенде: «Көзінен айналайын, айналайын, қарашы, құтты атасының атасы» деп Нәзира апайға көз тікті. «Аты кім?» дегендей оны байқаған Нәзира да: «Олжас, Олжас» деп езу тарта үн қатты. Күллі жұрт бақытты болсын деп жатты. Осы сәтте Ермахан қарт та ерекше сүйсінген пішінмен жай ғана миығынан күліп, көз қиығын қайта қадап, қуана түскендігін жасыра алмады.